Жас келсе іске демекші, телеарнамыздың іскер жас тілшісі өңірдегі көптеген әлеуметтік мәселелерді көтеріп жүрген әріптесіміз Қаламқас Бейсенғалиқызы қазір денесін деңдеген қатерлі ісік дертімен күнбе-күн дамылсыз күресіп жатыр. Дүйім дүниенің дәрігерлері әлі күнге дәлме-дәл дауасын таппай дағдарып отырған обыр дертіне шалдыққан тілшімізге шұғыл дереу арада ота жасалуы керек. Онда да отанымызда емес, отбасы мүшелерінің айтуынша, сонау Үндістандағы клиникада жасалған отадан осы сырқаттан сауығуға үміт үлкен, мүмкіндік мол көрінеді. Алайда ақшасы да аз емес, қаржысы да қомақты. Жат жерде емделудің құны 20 миллион теңге. Ал мұндай қаражат Молдағалиевтер әулетіне бүгінде қол байлау болып отыр. Сондықтан сыйлас әріптес қымбат қарындасымыз Қаламқасты қатерлі ісіктің ілмегінен құтқарып, сырқатынан сауықтырып, ауруынан арашалап алуға халықтың қолдауы, көптің көмегі керек болып тұр. Күтпейтін уақыттың тығыздығымен халықтан жиналған қаражаттың аздығы қазір бәрімізді сары уайымға салып, сәт сайын мазасыздандырып отыр. 20 миллион халқы бар қазақ елінен қазағым деп жүрген қарагөз қазақ қызының еміне 20 миллион қаражат жиналар деген сеніммен қол ұшын созуларыңызды сұраймыз.